Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұзды салып, оның үстіне сары майымызды саламыз. Сары май бізде бөлме температурасында болу керек. Оның үстіне айранымызды құйып араластырамыз. Ұнымызға бір шай қасық разрыхитель және де жарты шай қасық куркума қосамыз. Куркума бізге түс беру үшін, сары түс беру үшін қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп, 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз және де илеп жақсылап қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып шықты. Осындай жұмсақ қамыр жасап аламыз. Келесі біз осы қамырымызды бірдей етіп, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Шамамен 40 граммдай болу керек. Әрқайсысын осылай дөңгелетіп шығамыз. Жұқа етіп жаямыз, шамамен 2 сантиметрдей етіп. Салмасына өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Мен ішіне варенье салдым. Сіз вареный сгущенка немесе творог салсаңыз болады. Және де осы видеодағыдай әдемі етіп, роза гүл секілді етіп, түйіп орап шығамыз. «180 градуста шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қыздар үйдегі бар затпен жасай саласыздар және де көп уақыт алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.